Алла тағала тәкаппарларды жек көреді дейді да. Жалпы тәкаппарлық бұл өте ауыр күнә ғой енді. Өзіңді өзгеден жоғары санау. Негізі ешкімнен артық емес негізінде. Бізді бір-бірімізден ажырататын, яғни Алланың алдында дәрежені көтеретін жалғыз-ақ нәрсе бар дейді. Ол адамның түрінен көрінбейді дейді ғой. Не ол десе, ол тақуалық қана дейді болды. Басқа ештеңе ажырата алмайды бізді дейді. Ол да ертең топыраққа айналады, мен де ертең топыраққа айналамын. Бірақ есепке біздің тақуалығымыз түседі да. Біздің басқа денеміз ештеңеміз түспейді Алланың алдында. Алла тағала тәкаппарларды жек көреді дейді. Бірақ кедей болып тәкаппарланғанды одан қатты жек көреді дейді да. Қазақ айтады бір сөзбен, кедейдің кербезінен сақта дейді. Өлейін деп отыр, аштан балдарды өлейін деп отыр. Бірақ не? Тәкаппар да анау, мен оны алмаймын, андай. Қойсайшы енді, алда осымен аяққа тұрып кетсейсің ары қарай. Өзінде жоқ нәрсемен анау шады ғой, кейбіреулер мақтанады ғой. Өзінде жоқ, сіңірі шыққан біреу, бірақ өзін андай қылып көрсетеді да жаңағыдай. Андай орталарда бүйтіп. Енді Алла хидаят берсін енді.